Сәлеметсіз бе, достар. Шаян белгілеріне арналған сәуір айына қараймыз. Шаяндарымызда сәуір айында қандай өзгерістер болады? Апрель айы 2024 жылдың қарап көретін боламыз. Сәуірде шаяндарымызда қандай өзгерістер, қандай оқиғалар, қандай жағдайлар болады. Шаяндарымызда жалпы сәуір айында өздерін сезінуге келетін болсақ, бұл жерде әртүрлі әрекеттер болуы мүмкін. Мысалға, кейде шаяндар өздерін полностью өзгерткісі келеді. Имидждарын, мысалы, көктемге орай деген сияқты сәуір айында мысалы бір өздерін күн жылып жатыр, енді мысалға шаш бояу керек, тағы не жасау керек, шаш әрлеу керек, жасау керек барлығын орнына. Тағы да бір өзінің сұлулығымен айналысу, бет күтімі, мүмкін күшті киім алу, имиджін өзгерту, басқа түске өзгерту шашты, немесе бір басқа мысалға каре қылып жасау, немесе сондай бір әрекеттер, өзгерістер полностью максималды түрде өзгерістерін айтып жатыр. Яғни полностью өзгертеді өздерін, психологиясы өзгереді шаяндарда. Более сондай салмақты, сабырлы болады. Яғни бұлар шаян белгілері полностью, мысалға, мүмкін айналасындағы адамдарды, мүмкін көзқарастары, мысалы, бұрында бір кішкентай мәселеге әсерленген болса, қазіргі кезде олай емес, өздерін қандай да бір ситуацияда ұстамды ұстай алады. Сондықтан өте жақсы өзгерістер деп есептеймін. Құттықтаймын, шаяндарды өте бір өздерінің әрекеттерін көрсетеді. Жалпы сәуір айының соңына келіп, әртүрлі әрекеттер болуы мүмкін шаяндарымызда. Яғни, мысалға, скачкалық кезеңдер, мысалға, мүмкін көңіл күйіңіз әртүрлі болады. Мысалы, көтеріліп, төмендеп, мысалы, мүмкін күлімсіреп тұрып, бір нәрсеге кішкентай болған нәрсеге де кішкене сондай бір көңілге алу әрекеттер. Бірақ та түр бермеуге тырысасыз, өйткені сіздер өзіңізді өзгертуге тырысып жатсыз. Осы өзгерту нақты болу үшін кішкене бір жаңағы жаттығу жасау керек деген сияқты. Соған да назар аударған жөн. Тағы да шаяндарымызда бұл жерде түр келбеттерімен деп айттық. Денсаулық мәселесі өте жақсы. Бірақ та мысалға бір өзгерістерді қаласаңыз, оған уақыт кетеді. Бұл жерде психологиялық өзгерістер бар, түр келбет өзгерістері. Жалпы нақты денсаулыққа үңілгенмен оған дұрыс жауап қайтармаулар мүмкін, өйткені бұл жерде әртүрлілікті көрсетіп жатыр. Яғни сіздерде сондай бір әрекеттер, көп қимыл жасайтыныңыз айтады. Мүмкін сіз шамадан тыс белсенділік танытуыңыз мүмкін, сізге мүмкін қан басымын тексертуге тура келеді деген сияқты. Мысалы, көтеріліп кетпеу керек, түсіп кетпеу керек, соған да назар аударған жөн. Мүмкін сіз қазір шамадан тыс бір сондай қабылдау кезеңдері сондай ақырынға баруы мүмкін. Сондықтан бұл жерде әртүрлі әрекеттер көрінеді. Тағы да шаяндарымызда жұмысы жоқ шаяндарымызда жұмыс табу мүмкін бе сәуір айында деп сұрасаңыз, жоқ, өкінішке орай жұмыс жоқ шаяндарда. Жалпы өздері мүмкін аз әрекет жасайды, мүмкін күтуге тура келеді, қазір паузалық кезең көп ойланады. Мүмкін өздерінің әрекеті, өздері тараптан әрекет аз болатынын көрсетеді. Яғни бұл жерде жұмысқа деген кезде жалпы бір полностью ойлану әрекет кетеді. Қазіргі кезде бір мүмкін басқа нәрсеге арнауыңыз мүмкін уақытыңызда, мүмкін бір восстановлениеге, ойлануға, жалпы бір өзгерістерге арнағандықтан сіздерде бір сол сәуір айында кішкене табу кішкене қиын болуы мүмкін жұмысқа. Егер жұмысыңыз жоқ болса қазіргі кезде, соған да үңіліп айтып өтуге болады жалпы. Тағы да шаяндарымызда жұмысы бар шаяндарымызда жалпы өзгерістерінің бірі, бұл жерде сәуір айында жұмысы бар шаяндарымызда жалпы егер барлығы тыныш күйде
салмақты күйде болатынын айтады. Жаңа бір нәрсені үйренуге тура келеді. Тәжірибе жинауға немесе бір жаңа нәрсеге тағы да бір қолға салуға, жаңа нәрсе үйренуге немесе бір жаңадан қарым-қатынасты жандандыруға тура келеді. Әріптестермен, ұжым адамдармен немесе клиенттеріңізбен, мысалы өзіңіз жеке кәсіпкер болсаңыз деген сияқты. Соған да назар аудару керек. Сіздерде бір экзамендік әрекеттер болуы мүмкін, мысалы тексерістер жұмыс барысында, соған назар аударуыңыз керек. Шаяндар мысалға сол сәтте мүмкін сіз бір тексерістен оңай мүмкін бір жаңағы жұмыс барысында бір мүмкін сыртыңыздан тексереді, бастықтарыңыз қалай жасап жатқаныңызды мүмкін бір өйткені қысқартулар болуы мүмкін, бірақ та сіз ол қысқартуларға сұпытылып шығып кететініңіз айтады. Жалпы сізде әділетті түрде жұмыс жасасаңыз, сізде ешқандай қысқартудан қорқудың қажеті жоқ. Ал егер сіз кішкене бір қулық бар болса, бір әрекеттер бар болса, ол шыңға бір былай көрініп қалуы мүмкін айналадағы. Соған назарыңызды аударғанға жөн. Шаян белгілері жұмыста қулық жасаудың қажеті жоқ, өйткені барлығы тексеріс үстінде, барлығы нақты полный нәрселер жасауға мүмкіндік жоқ. Жұмыста нақты барлығы әділетті түрде, барлығы по правилам, дисциплина, тәртіп барлығы орнатылған. Сондықтан сізге бір нақты жалпы әділетті жұмыс жасауға шақырады. Жалпы ренжімеңіз, осындай әрекеттер бар. Мүмкін экзамендік тексерістерден оңай шығып кетуіңіз мүмкін. Осыған да орай айтуға болады. Мысалы, жұмыс барысы барлығы нақты әділетті түрде болады айтады. Ешкім сізді жаңағы кінәлап немесе бір мойныңызға керек емес жұмыстарды асып қою немесе бір іліп қою деген нәрсе болмайды. Мүлдем сіз өзіңізді ешқандай барлығы заңды түрде, барлығы тәртіпті түрде болатынын көрсетеді. Яғни жұмыс барысы жеңілге соғатын болады. Мысалы, сіз оңай алып баратыныңыз айтады сәуір айында. Арақатынастарға келетін болсақ, жалпы сәуір айында шаяндарымыздағы арақатынастар. Жалпы басы бос шаян белгісі болса, мысалға табу мүмкін бе деген сұрақта, сәуір айында сіздерде бұл әрекеттерде табуға деген кезде бізде бір арақатынастар болады. Өте бір жұмыс барысында болуы мүмкін, немесе бір кенеттен туындайтын бір тартылыс болатын арақатынастар. Жалпы бір сізге мүмкін бір түр келбетінен бір тартымды болады, бір адамдар болады, бірақ та олар бір байыпты арақатынас бере алмайды. Сізге мысалға тыныш, серьезный арақатынас бере алмайды, өйткені бұл сондай бір кейде бір манипулятивтік арақатынастарда болуы мүмкін сізге. Сіз мысалға сәуір айында кішкене таныстықтарда, жаңа таныстықтарда әсіресе байқаған жөн, өйткені бұл жерде кішкене сіздің бір әсерлері өте сондай туындайды, өйткені бір сізге зиянды әсер тигізуі мүмкін. Мүмкін бір сіз тура жолда болсаңыз, мысалы тура емес жолдағы бір адамдар кездесу деген сияқты, ренжімеңіз, бір сондай адамдар болуы мүмкін, немесе мінезі өте қиын адамдар. Бірлесіне келісе қоймаңыз, тексеріп алыңыз, өйткені сізде бір мүмкін сөзімен баурап алады, түр келбетімен баурап алатын адамдар болғандықтан мүмкін жаңағы мысалы әр бір жан мысалы түр келбеті әдемі болса сенімге кіреді, бір сондай бір жаңағы сөйлеген кезде сөзге шебер адамдар, мысалға өте сондай сөзге шешен адамдар кезіксе біз алданып қалуымыз мүмкін. Өте ой, мынау жақсы жан екен, өте сөйлегені қандай деп мысалы. Сондықтан әрбір сөздерге емес іс-әрекетке мән бергеніңіз жөн. Танысқан адамыңызға іс-әрекетіне мән беріңіз. Бірдесіне иә мынадай уәде берді, мынадай сөйледі, өте сұлу, тартымды деп сеніп кете берудің қажеті жоқ. Соған да орай айтсақ болады бұл жерде шаяндарымызда. Тағы да шаян белгілері жалпы арақатынасқа келетін болсақ, жалпы жұптық арақатынастарда сәуір айында қандай болуы мүмкін? Бұл жерде сіздерде егер бір айтылып өтетінде ұрыс-керіс жоқ болса, барлығы тыныш күйде болатын айтады. Ешқандай бір скачка жоқ, барлығы норма. Әр жан өзінің орнын біледі, әркімнің өзінің бір қалауы бар, өзі орнымен. Ешкім ешкімге тәйт демейді, ешкім кедергісін туындатпайды, ешкімге бір жаңағы ауыр сөздер айтпайды. Барлығы әр жан өзінің қызығушылығымен айналысады деген сияқты, барлығы тыныш күйде болатынын көрсетіп жатыр. Үйлесімді, тыныш күйде, бір өзгерістер де жоқ. Өкінішке орай, егер сізде енді ғана басталып келе жатқан арақатынас болса, жаңа бір сатыға өтпейді. Барлығы сол кезеңде қайталанатынын көрсетеді. Бірақ та тағы да өкінішке орай, егер сіздерде ұрыс-керіс түсініспеушіліктер болған болса, жалпы сол
жалғасатынын айтады. Яғни сізде бір өзгеріс жоқ, татуласуға деген адамдарда мүлдем бір қадамдар жоқ болатынын көрсетуі мүмкін. Өкінішке орай, егер сізде әрине барлығы жақсы болса, солай қалыпта тұратынын көрсетеді жалпы. Фон әрекеттері, өзіңізді сезіну әрекеттері осындай деуге де болады. Сондықтан шаяндарда жалпы жаман емес, түр келбетімен айналысу, өзгерістер, полностью психологиялық өзгерістер, соған назарыңызды аударасыз. Тағы да шаяндарымызда қосымша айтып кетуге болады. Бұл жерде жалпы өздеріңізді бір сондай тартымды өзгерістер, бір әйелдік сезім, егер сіз әйел азаматша болсаңыз, сондай сезімдерге толы бір өзгерістерді, женственность көп болады айтады сізде. Бір мүмкін тартымдылық, тыныштық, байыптылық, өзіңізге сенімділік жоғары болады айтады. Сіз комфортты тараппен өткізесіз. Сіз үшін жайлы, маңызды тараптарын қолға аласыз, есептейсіз. Шаяндар сондықтан өте бір жаман емес деп айтуға болады. Сәуре өте жақсы. Тек қана мына таныстықтарда, жаңа әрекеттерде кішкене өзгерістер аз екенін көрсетеді. Бір жалпы өзгеріске деген кезде тек психологиялық, рухани өзгерістерді айтуға болады шаяндарымызда. Осыған назар аударған жөн. Егер сіз ер азамат шаян болсаңыз, әрине бұл жерде бір әйелдің рөлі үлкен, бір маңызды болуы мүмкін. Немесе бір әйелді сыйлағаныңыз арқасында бір сәттіліктер, бір көңіл күйіңіз, немесе анаңызға бір жақсы назар аударып, немесе бір әйеліңізге жаңағы рахметіңізді айтып, жаңағы құрметіңізді білдірсеңіз, мүмкін ары қаратай да бір жалпы тыныш кезең болатын, сіз үшін барлығы жайлы болатынын айтады. Яғни сізді бағалайтын, сіздің құрметіңізді бағалайтын адамдардың болатынын айтады. Жалпы өте күшті, сәттілік тілеймін. Рахмет, сау болыңыз шаяндар.